Қазіргі мынау бүкіл еліміз болып талдап жатырған конституциядағы өзгерістер белгілі бір ғана салалар емес, жалпы адам өміріндегі көптеген салаларды қамтып жатыр. Соның ішінде Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай-газ университетінде әрине қабылдау кезеңдері де басталып жатыр. Осы жаңа конституцияға байланысты ол жерлерде де кейбір түзетулер енгізілейін деп жатыр. Бұған шейін егер біз кейбір мемлекеттерден келген дипломдарды немесе білім туралы құжаттарды бекіту туралы белгілі бір комиссиялардың ғана шешімімен жұмыс жасайтын болсақ, бүгінгі таңда президентіміздің бекіткен жаңа заңнамасының аясында бұл дипломдарды тіке немесе бұл құжаттардың тіке бізге ауысуына мүмкіндік алынып жатыр. Сондықтан да қазіргі таңда біздің жоғарғы оқу орнынан алынған дипломдарды да басқа мемлекеттердің жаңағы өздерінде қолдануына немесе жұмысқа орналасу мүмкіндіктерінің артатынын көріп отырмыз. Яғни бұл шетелден келетін студенттердің көбейетіндігіне әсер етеді, және біздің елімізден шетелде барып оқитын студенттердің де көбейетіндігіне әсер етеді деп түсінеміз. Бұл да бүгінгі таңда болашақ жастар үшін үлкен мүмкіндіктер және үлкен жаңағы сын деп есептеймін.